Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым. Сіздермен бірге мен Камшат Әбілғазықызы. Арнайы байқауға берілген Адам Мекебаевтың «Аспан асты, жер үстіндегі зұлмат» атты кітабын оқып шықтық және кітаптан алған әсеріміз туралы баяндаймыз. Кітапты қызым Дилшат екеуміз бірге оқыдық. Кітаптың сюжеті өте ауыр, эмоционалды түрде қабылдадық. 20 ғасырдың басында қазақтың басына берілген өте бір ауыр кезең, жұт, ашаршылық туралы. Кітаптың сюжеті ауыр болғандықтан қызымыз екеуміз жылайтын арасында жылап талдық. Қызымның кішкентай балалық пәк жүрегіменен, пәк сезіміменен қойған сұрақтарына жауап беруге де тырыстым. Неге анашым, неліктен қазақ еліне осындай зұлымдық жасалды? Неге қолдан ашаршылық жасап, неге халқымызды қыруға тырысты? Неге сонша өздерінің малдарын тартып алып, неге елімізге осындай қиыншылық берді деген сұрақтарына қиналсам да тарихқа сүйене отырып жауап беруге тырыстым. Кітап ішіндегі кейіпкерлер сол замандағы шындықты шынайы жеткізуге, шынайы бейнелеуге арналған, және әрбір кейіпкердің рөлі аса зор. Олай дейтін себебім, адам бес саусақ бірдей емес болғанменен адамдар да әртүрлі. Және бәрінің басына бірдей түскен зұлматты әр адам әртүрлі қабылдайды. Мысалға, кейбір адам қиындықты көре тұрса да өз бойынан адамгершілік қасиетін жоғалтпаса, енді бірі әлсіздерді соғып, ұрып, қолындағы бір түйір нанын тартып алғысы келеді. Бұл дегеніміз адамзаттың аштық кезінде малдан да төмен, иттен де төмен болып кететінін көрсетеді. Осы кезде тағы бір ойландырғаны ана мен баланың арасындағы арпалыс. Ананың балаға деген махаббатының соңғы үміті қалғанша өшпейтінінде. Ана қанша өзі аш болып, бұралып жатса да, баласына деген еш ойы бұзылмайды. Соңғы көзі жұмылып бара жатқанша баласының аузына өзінің омырауын тосып, қанын сорғызып, өліп бара жатқан адам әйел бейнесін көрсеткен. Бұл нені айтады? Бұл қазағымыздың әйелдерінің мықтылығын, ана десе көз алдымызға сол кездегі балаларын етегіне орап, арқасына көтеріп, сүрініп жығылып бара жатса да балаларын жерге тастамай, жан таласқан қазақ анасының бейнесі. Өте ауыр, етім мен сүйегімнің арасындағы ауадай қабылдадым. Өте ауыр шығарма, жаным қиналды, жаным күйзелді. Себебі бұл менің қазағымның тарихы, менің ата-бабамның көрген қасіреті. Жазушы осы бір тарихты бізге өте жақсы шеберлікпен жеткізген. Шығармадағы әрбір кейіпкердің қиналысын, ойын, санасын, ақыл өрісін өз басынан өткізгендей күй кешті. Кино көрген кезде кинодағы кейіпкерлердің іс-әрекетін ғана көрсек, кітап оқығанда жан дүниесін, ішкі күйзелісін еден көреміз. Бұл жазушының шеберлігі. Мен осы шеберлікті аталған шығармадан байқай алдым, сез алдым.
бұл шығарманы оқып болғаннан кейін өз-өзіме келуге өте ауыр болды. Бір күнде жәнегі шығарманың сюжетінен шыға алмай, көңіл күйім алай-дүлей болып, жәнегі кейіпкерлерге деген жанымның ашығандығы, жанымның күйзелісі бойымнан кетпей жүрді. Соның ішіндегі жәнегі кішкентай Күлайымды жетектеп бара жатқан ананың ұлын емес қызын тастап кеткендігі, кішкентай қыздың анасының соңынан анашым деп айғайлауы, осының бәрі жүрекке ауыр тиеді. Мүндірілген қазағымның басындағы осындай оқиғаларды оқыған кезде мен бір сәтке сол тарихтың кешіп өтіп, қазіргі заман емес сол заманға барып, соларды сырттарынан көріп тұрғандай күй кешемін. Енді болашақта қазағымның басында бұндай қасірет болмасын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Жүректен шығып, жүрекке жететін осындай шығармаларымыз көп болсын. Еліміз аман болсын бастысы. Бастысы ана мен бала айырылмасын. Балаларымыз аштықтан шырылдамасын. Қолын жайып қайыр сұрамасын. Әкелер өзінің отын өшірмейсін. Үйінің түтінін түзу шыққанын көріп, сыртынан бақылаудың өзі қандай бақыт. Жәнегі бір тұтас бір ауылдың түтіні өшіп жатыр. Соны сыртынан қарап тұрған кейіпкердің ішкі жан толғанысы да осы кітапта анық көрінеді. Ауылымыздың түтіні түзу шықсын. Еліміздің төбесінде көк туымыз желбірей берсін. Бірлігіміз азаймасын. Басымыздан қандай жағдай өтсе де, бойымыздан адамгершілік қасиетіміз өшпейсін. Кітаптан алған ой түйінім осы. Аты-жөнім Бибінің қызы Гүлшат. Бұл кітапты анам екеуміз оқып бітірдік. Кітаптағы оқиғалар біздің бұрынғы ата-апаларымыздың көрген қиындығы, ашаршылықта қиналғандары баяндалған. Көп жерінде жыладым. Әсіресе Күлайымды анасы еріксіз тастап кетіп, кішкентай Күлайым анашым тастамашы деп жылаған кезін оқығанда ауыр сезім болды. Анамның бар екеніне, қазіргі бейбіт өмірге, балалығымның бақыт екеніне қуанамын.